Қалайсыздар ханымдар, бүгінгі өзгеріске деген екінші қадамдарыңыз құтты болсын. Жарайсыздар, барлық тапсырманы орындап жатқандарыңызға өте қуаныштымын әрине. Барлығы ол сіздердің қолдарыңыздан келеді, міндетті түрде барлығы. Енді бүгін өмірлік мақсатты айқындаймыз. Өмірлік мақсатты айқындамайынша адамда мақсат болмаса, білесіздер ғой, қанатсыз құспен тең деген сияқты ұша алмайды. Сол себепті сіздерде бір өмір скучный болып кетеді, сіздерге қызықсыз болып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде адамға мақсат керек. Ол мақсаттарыңыз сіздердің бала күндеріңізден пайда болған армандарыңыз болуы мүмкін. Бала күндеріңіздегі бүгін енді оның ең бірінші негізі тағы бір нәрсе айта кететінім, мамандардың зерттеуі бойынша ол ойда жүрген арман мақсаттар қағаз бетіне түспейінше ол мынандай материалдық дүниеге айналмайды екен. Ол ойда, ауада қалықтап жүре береді екен. Сол себепті міндетті түрде қағаз бетіне түсіргендеріңіз өте тиімді, өте жұмысы тез болады. Сол себепті бүгінгі тапсырманы міндетті түрде бисмиллахпен өздеріңіз бастап, сенімді түрде, жақсы сеніммен бастап орындайсыздар деген ойдамын. Ең алдымен сіз өмірлік мақсатты айқындау үшін қолыңыздан не келеді? Би билей аласыз ба, тамақ пісіре аласыз ба, әлде тігін тігесіз ба, және де басқа қандай нәрселер келеді? Көп нәрсе ғой қолдан келетін. Неге қызығасыз, соны істеген кезде ләззат алып істейтін болады ғой. Сол 20-сын жазасыз, өзіңіз жақсы көріп жасайтын жұмыстардың тізімін, одан кейін 10 жазасыз. Өзіңізге алып қалуға, мысалы, қайсысын алып қалатын едіңіз, сол 10 жазасыздар. Одан кейін шентер 5-еуін, содан кейін 3-еуін, соңында 1-еуі қалады. Міне ең жақын деген жаныңызға, соны прям істегенде жан тәніңізбен беріліп істейсіз, оны істегенде прям ләззат аласыз. Ол осы сіздің өмірлік мақсатыңыз болуы мүмкін. Енді өмірлік мақсатым жазып қойдым деп отыра беруге де болмайды. Әрине соған қарай әрекет жасау керек. Мысалы, өмірлік мақсатым міне осы менің тігін тігу екен, немесе жаңағы ән айту екен. Енді мен оған қалай жетемін деген сіздер алуларыңызға мақсат қойып, соған қарап әрекет жасау керек. Әрекет бар жерде, берекет бар, міндетті түрде результат шығады әрекет болғандықтан. Содан кейін жаңағы 100 арман мақсат міндетті түрде жазасыздар. Оны мен себебі барлық жерде міндетті түрде жазғызады. Мен қанша тренинг семинарға барсам да барлық жерде міндетті түрде 100 арман мақсатымызды жазғызады. Сол секілді 100 арман мақсатты жазасыздар. 100 арман мақсатты қалай енді оңай жазуға болады? Бұлай денсаулыққа қатысты, біліміңізге қатысты өзі болады ғой, соған байланысты 20-20-дан өздеріңізге бөліп жазыңыздар. Бұл сіздерге ең тиімді жол, ең оңай жол. Шатасып бұлай отырмайсыздар да, денсаулыққа қатысты 20-сы, табысқа қатысты 20-сы, білімге қатысты 20-сы солай кете береді. Содан кейін 100 жоқ десеңіздер де енді барынша жазыңыздар, бірақ күннен күнге сіздердің уже саналарыңыз ашыла бастаған соң, өзгеріске уже қадам жасаған кез келген адам, Құдай өзі саналарын ашып, сондай мүмкіндіктер туғызады. Сол себепті күннен күнге сіздерге жақсы идеялар келе береді. Себебі сіздер барлық керек емес жаман миларыңызды босаттығандықтан, оның орнына сіздерге жақсы идеялар келу керек. Енді одан кейін ол 100 арман мақсаттарыңыз жазасыздар, және де оны жазып қойған соң да жаңағыдай айта кеткенде үндемей алма піс аузыма түс деп отыруға болмайды. Оған міндетті түрде әрекет жасайсыздар. Сонымен қатар соның ішінен өзіңізге жақын, осы жақын арада тез орындалсын деген бір арманыңызды міндетті түрде бір арманды 21 күн бойы 21 реттен жазасыздар. Себебі бұл зерттелген нәрсе 21 күн бойы кез келген жаңағы әдет қалыптасуы мүмкін. Және де тағы бір нәрсе айтатын нәрсе, ешқашанда арман мақсаттарыңызды мен осындай боламын, мен андай боламын деп келер шақта жазбаңыздар, себебі ол болашаққа қалып кетеді. Міндетті түрде осы шақта жазыңыздар. Мысалы, мен осы қаңтар айында табысым мынанша теңгеге көтерілді, мынанша премия қосылды деп санымен нақты түрде жазыңыздар, жарай ма? Одан кейін ең соңғы фильм сіздерге ұсынатын өте жақсы фильм, Секрет фильмін көріңіздер. Секрет фильмі
енді көрсеңіздер түсінесіздер. Бұл алдағы уақытта армандар картасын жасаған кезде ол сол кезде де керек болады. Сол себепті міндетті түрде 1,5 сағат болса 1,5 сағат, 2 сағат болса 2 сағат уақыттарыңызды бөліп қараңыздар. Және жаңағыдай армандармен жазып қойын, болды енді өздері келе береді, орындала береді деген нәрсе жоқ. Міндетті түрде оған сіздер әрекет жасауларыңыз керек. Әрекет жасаған соң өзі сіздерге жолдың бәрі ашыла береді, көресіздер ғой. Өздеріңіз түсінбей таң қалып жатасыздар. Сол себепті бүгін нақты өздеріңіз мақсат қойып, сол мақсатқа қарап әрекет жасауды бастайсыздар. Жақсы, сіздерге сендім. Тапсырма орындалып болғандарыңыз жаңағыдай инстаграмға салып, мені белгілеп тапсырма орындалды деп жазуларыңызға да болады. Тіптен ол жақсы, сіздерге басқалар да жаңағы қызығушылықпен қарап, кішкене мынау қалай неге қатысып жатыр екен ғой, осындай бір әрекет жасап жатыр екен ғой деген сияқты басқалардың да сізге деген көз қарасы өзгере бастайды. Жалпы осылай, басқа да түсінбеген сұрақтарыңыз болса сұрасаңыздар болады. Ал сәттілік.